Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз Қазақстан тарихының тест-центрдің тағы бір нұсқасын талдайтын боламыз. Және бұл жолы бірінші рет мен өзімнің сұрақ-жауап ретіндегі видео түрінде емес, өзім дауыстап алғаш рет талдайтын боламын сіздермен бірге. Сонымен енді талдауды бастайық. Бірінші сұрақ. Атбасар маңында орналасқан мезолит дәуірінің қонысы. Мұнда тәңір қазған, жанында бөрі қазғаны бар, ол дұрыс жауапқа кірмейді. Әкімбек деген, шынымды айтсам есімде жоқ. Қызылсу, Дүзбай олар жоқ, Атбасар маңы емес. Сондықтан дұрыс жауабы Тельман болады. Келесі сұрақ. Ерте темір дәуірінің жеке-жеке 5 қорғаныс қалқасынан тұратын бекініс қалашығы. Мұнда ол Ақтау болады. Келесі сұрақ. Шығыс түрік қағанатын қуатты мемлекетке айналдырған қаған, ол әрине, бұл жиі келетін сұрақ тест-центрда, ол Қапаған. Келесі. Іле өзенінің оң жақ жағалауында Желшалғыр тауының етегінде орналасқан сақ қорымы. Ол Шіргіраббат емес, Бәбіш-молы жоқ, Қойғарақ, Түгіскен кесенелері де кірмейді. Ол Бес шатыр болады. Келесі. Мұхаммед Шайбани қайтыс болғаннан кейінгі қазақ хандығында орын алған саяси жағдай, яғни Моғолстан билеушісі Мұхаммед Шайбани қайтыс болғаннан кейін, ол әрине Моғолстан қазақ хандығының оңтүстігінде оңтүстік шығыс жағында орналасқан мемлекет болғандықтан қазақ хандығының оңтүстігіндегі билігі нығайды деген жауап дұрыс болады. Келесі. 1965 жылы алғашқы мұнай алынды, ол көзді жұмып тұрып белгілеуге болады, бұл Жаңаөзеннен. Келесі сұрақ. Кеңестік биліктің 1921 жылы наурыз айында енгізген экономикалық саясаты, яғни ол жаңа экономикалық саясат. Ұжымдастыруға кірмейді, жоқ, кеңестендіру деген ол вообще бөлек, әскери коммунизм, индустрияландыру, олар да дұрыс жауапқа кіремейді. Келесі. Батпаққара, Созақ, Қарақұмда көтерілістер болған кезең. Ол ұжымдастыру жылдарында. Ол міндетті түрде ол, я. Келесі. Түрксіб темір жолын салуға басшылық еткен қазақ зиялысы, ол әрине ол Тұрар Рысқұлов. Бұл да жиі қайталанып келетін сұрақтардың бірі. Келесі сұрақ. Адамға табын жер енді поэмасының авторы. Варианттар: Ғабит Мүсірепов, Нұрпейісов, Ілияс Есенберлин, Олжас Сүлейменов, Жұбан Молдағалиев. Бұнда дұрыс жауабы Олжас Сүлейменов болады. Және бұл шығармасын алғаш рет Юрий Гагарин ғарышқа ұшқаннан кейін солған тақырыпқа сай осы поэманы жазған. Келесі 11-ші сұрақ. 1962-1964 жылдардағы Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасы, ол Дінмұхамед Қонаев. Келесі сұрақ. Астана қаласында Экспо 2017 көрмесін өткізу мәселесі шешілді. Ол 2012 жылы Франция астанасы Парижде. Келесі сұрақ. Орынбор өлкесіндегі қазақтардың тұрмыс тіршілігін сипаттаған Дальдың повесі. Бұл да өте жиі келетін сұрақ. Бұны сразу жаттап алуға болады, өте жаттауға да жеңіл. Жауабы да ол Бөкей мен Мәулен. Келесі. Оғыз мемлекетінің орталығы, ол әрине Янги кент, оны білетін шығарсыздар. Келесі сұрақ. Қазақ халқының құрылуына байланысты қазақ атауы біржола этникалық сипатқа ие болды. Қай ғасырда? Жалпы қазақ атауы, ол қазақ хандығы құрылғаннан кейін біржола этникалық сипатқа ие болған. Ал бізде қазақ хандығы ол әрине 15 ғасырдың екінші жартысында, яғни 1465 жылы қазақ хандығы құрылған, сондықтан дұрыс жауабы Е болады. Келесі.
көне түрік жазуындағы тас мүсіндердің атауы, ол яғни бізде Қазақстан тарихының 6 сыныптың кітабында жазылған, ол бұл. Келесі, тәуелсіз Қазақстанның елтаңбасы мен туының жаңа үлгілері қабылданды. Ол, яғни қазіргі біздің қолданыстағы елтаңбамыз бен туымыз 1992 жылдың маусымында қабылданған, естеріңізде болсын. Келесі, 1859 жылы Ұлы жүз бен Қырғыз елінің солтүстік шекарасында тұрғызылған бекініс, ол Қастек. Келесі, сақ дәуірінің 13 жирен жылқысы табылған қорым. Өте жиі келетін сұрақтардың да қатарына жатқызуға болады. Легендарный сұрақ деуге де болады бұны. Бұл әрине Берел. Келесі, соңғысы және мәтіндік сұрақ. Сонымен, хан 1368-1369 жылдары өз атынан Сығанақ қаласында теңге соқтырады. Ол 1374-1375 жылдары Еділ бойына қарай жорық жасап, Алтын Орданың астанасы Сарайды, Қажы-Тарханды алып, Кама бұлғарларын бағындырады. Бірақ Алтын Орданың уақытша билеушісі Мамайды жеңе алмайды. Мәтінде сипатталған тарихи оқиғаны анықтаңыз. Алтын Орданың мемлекет ретінде жойылу емес, жоқ. Алтын Ордада әмірдің билігінің күшеюі, ол да келмейді. Мұнда дұрыс жауабы А ғана болады. Сонымен 20 сұрақты да талдап болдық. Енді дұрыс па, дұрыс емес па, дұрыс жауабын оны тексерейік. Қазір көрейік. 20-ның қаншасын алады екенбіз. 20-ның 20-сы да дұрыс. Яғни барлығы дұрыс. Барлығын өздеріңіз қарап шықтыңыздар. Варианттар толығымен көрсетілді. Осы видео егер тағы да осылай дауыспен талдағанды қаласаңыздар, лайк басып, өздеріңіздің ұсыныстарыңызды комментарий жазып арқылы білдіре аласыздар. Яғни мен бірінші рет осылай дауыстап видео түсіріп тұрмын. Алғаш рет егер қателіктер кетіп жатса кешірім сұраймын. Алдағы уақытта тағы да видеоларда кездескенше.